Саламатсыздар ма, құрметті жанымыздан жақсы көретін жаны жайсан жақсылар. Ассалаумағалейкум. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық сабағының жалпы бөлімдегі келесі тақырыбымыз қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағы деп аталады. Жалпы қылмыстың сыртқы көрінісі бұл объективтік жақ деп аталады, құрметті білім алушылар. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағы қылмыстық құқық бұзушылықтың істеген адамның мінез құлқының сыртқы көрінісін білдіреді. 2014 жылы қабылданған жаңа қылмыстық заңға сәйкес 10 бапта назарларыңызда ондай мінез құлық біріншіден қоғамға қауіпті, екіншіден қылмыстық заңға қайшы болуы керек. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының мазмұны көптеген белгілерінің жиынтығынан тұрады. Ең бастысы қылмыстық заң қорғайтын қоғамдық қатынастарға қиянатпен қол сұғатын және оған қол сұғу қаупін тудыратын қоғамға қауіпті іс-әрекет немесе әрекетсіздік деп танылады. Қылмыстық құқықтағы зиян қылмыстың объективтік жағының белгісі болып табылатын қоғамға қауіпті зардап деген ұғымды білдіреді. Қоғамға қауіпті іс-әрекет пен одан туындайтын зардаптың арасын байланыстыратын белгіні себепті байланыс деп атайды. Сонымен қатар қоғамға қауіпті іс-әрекет, қылмыстық зардап, себепті байланыс қылмыстық бұзушылықтың объективтік жағының белгілері болып табылады. Адамның мінез құлқының сыртқы көрінісі болып табылатын қауіпті іс-әрекет белгілері бір кеңістікте және уақытта орын алатын нақты көрініс болып табылады. Заң шығарушы нақты қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілерін анықтағанда қоғамға қауіпті іс-әрекеттің белгілі бір жағдайда істелетіні туралы да еске салады. Демек, мұндай жағдай қылмыстың объективтік жағының бір белгісі болып саналады. Кез келген қоғамға қауіпті іс-әрекет белгілі бір тәсілмен, кейбір реттерде нақты құралдар мен қару-жарақтар қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Мысал үшін қараңыз, кісі өлтіруде бірнеше тәсіл қолданылуы мүмкін. Кісіні өлтіру үшін мылтық немесе пышақ, дәрі пайдалану, адамды тұншықтыру, қылғындыру немесе автокөлікпен әдейі қағып кету арқылы да өлтіріледі. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаудың тәсіліне алдау немесе сенімге қиянат жасауда, мысалы, алаяқтық немесе сақтық қылмыстарында болуы мүмкін. Осы айтылғандарға байланысты қылмыстық құқық бұзушылық істеудің тәсілі, құрал және қару-жарақ деген ұғымдарда қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының мазмұнын ашатын белгілер қатарына жататын ескеріңізге сала кетейік. Сонымен қатар, жоғарыда айтылған белгілердің барлығы да қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының белгілері болып табылады. Және осы белгілер арқылы объективтік жақтың мазмұны айқындалады. Кез келген қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы үшін объективтік жақ сол нақты құрамның 4 элементтерінің бірі ғана. Қылмыстық құқылық нормамен белгіленген қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілерін талдағанда сол қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағы нақты қандай белгілерден тұратынын анықтау өте қажет. Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің нақты нормаларын талдағанда жоғарыда көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының барлық белгілері түгелдей дерлік нақты нормалардың әрқайсысында кездесе бермейді. Көптеген жағдайларда қауіпті іс-әрекеттен міндетті түрде туындайтын зардаптың, мысалы, ауыр немесе өте ауыр емес дене жарақаты болуын заңның өзінде атап көрсетеді. Мұндай ретте заң шығарушы объективтік жақтың уақыт, орын, жағдай, тәсіл немесе басқа да белгілерін заңда көрсетпейді. Біршама қылмыстық құқылық норма қоғамға қауіпті іс-әрекет атап өтуі ғана шектеледі. Мысалы, пара беру 367 бап, қызметтік жалғандық жасау 369 баптарды айтуға болады. Жекелеген қылмыстық құқылық нормаларда қылмыстық құқық бұзушылықтың істелген орны, уақыты және жағдайда тура көрсетіледі. Яғни, қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының мазмұнына тән бір топ белгілерінің ішінен тек біреуі ғана қоғамға қауіпті әрекет немесе әрекетсіздік кез келген қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамының объективтік жағының міндетті, қажетті белгісі, ал қалған белгілерінің барлығы да факультативтік белгілер болып табылады. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының маңызы біріншіден оның белгілерін дәлме-дәл анықтау арқылы істелген қоғамға қауіпті іс-әрекетті дұрыс саралаудың негізі болып табылады. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының маңызы біріншіден оның белгілерін дәлме-дәл анықтау арқылы істелген қоғамға қауіпті іс-әрекетті дұрыс саралаудың негізі болып табылады.
Екіншіден, объективтік жағының белгілері арқылы өзара жақын ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтарды бір-біріне ажыратуға мүмкіндік туады. Мысалы үшін, ұрлықты тонаудан, алаяқтықты ұрлықтан, тағы басқа осыған ұқсаған қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағы қылмыс құрамының ішінде ең маңызды элементтердің қатарына жататынын айта кетуіміз керек. Іс-әрекет кез келген қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының қажетті белгісі болып табылады. Қоғамға қауіпті іс-әрекет бұл адамның құқыққа қайшы саналы, белсенді немесе енжар түрде қоғамдық қатынастарға зиян келтіретін мінез-құлқының сыртқы көрінісі болып табылады. Кез келген қылмыстық құқық бұзушылық іс-әрекет объективтік тұрғыдан алғанда қоғамға қауіпті, оның қауіптілігі құқық қорғайтын қоғамдық қатынастарға қиянат пен қол сұғу арқылы немесе қол сұғу қаупін туғызу арқылы көрінеді. Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілігінің дәрежесі ең алдымен келтірілген зиянның мөлшері қол соғылатын объектінің құндылығы арқылы анықталады. Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілігінің міндетті белгілерінің бірі оның құқыққа қайшылығы болып табылады. Мұндай белгінің болуы азаматтарды заңсыз қылмыстық жауапқа тартуға жол бермеуінің кепілі болады және заңдылықты қатаң сақталуын қамтамасыз етеді. Іс-әрекет адам мінез-құлқының сыртқа шыққан шынайы көрінісі болады. Сондықтан да адам ниеті, пікірі, ойы қаншалықты зиянды болғанымен ол белгілі бір іс-әрекетпен ұштаспаса, ол қылмыстық жауапқа тартылмайды. Іс-әрекет адамның саналы мінез-құлқының көрінісі. Сондықтан да адамның санасына тысқары болған кезде кез келген дене қозғалысы ол қаншалықты қоғамға зиянды залал келтіргені не зиян келтіру қаупін төндіргеніне қарамастан қылмыстық құқылық тәртіппен жазаланатын іс-әрекетке жатпайды. Адамның өзіне еркіне байланысты емес, одан тыс жағдайда тойтарылмайтын күштер, күш қолдану мен қорқыту арқылы қоғамға зиянды залал келтірілсе, онда қылмыстық құқылық іс-әрекет туралы сөз болмауы мүмкін емес. Тойтарылмайтын күш қолдану және қорқытып зорлаудың түсінігі қылмыстық заңда көрсетілмеген. Тойтарылмайтын күшке табиғат апатының, хайуанаттар, есі ауысқан адамдар мен дүлей күштің әсерінен адамның өз ойы, еркі арқылы белгілі бір іс-әрекетті істеу мүмкіндігінен айырылуы жатады. Мысалы, дәрігер ауру адамға аяқ астынан су тасқыны болып кетуге байланысты дер кезінде барып көмек бере алмайды. Сондай-ақ, ормандағы өртті сөндіру мақсатымен орман ағашын кесу арқылы өрттің жолын бөгеу де қылмыстық бұзушылық болып саналмайды. Осы мәселелерді көп практика жүзінде қолдануымыз керек. Менің де практикамда осы нәрселерді қылмыс болмайтын мән-жайларды айтып өтетін болсаңыздар, бұл практикада өнше қолданылмайды. Осы жерден ұсыныс ретінде оқып жатқан тыңдармандар практикада болатын болса, қажетті қорғаныс, аса қажеттілік, бұйрықты орындау кезде негізгі тәуекел кезінде қылмыс болмайтынын көбінше қаперлеріңізге сала кетсек, нұр үстіне нұр болады. Әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бір адамның екінші бір адамға күш қолдану нәтижесінде оның мүлдем өз еркінен тыс жағдайда қоғамға қауіпті іс-әрекетті істеуі қылмыстық құқық бұзушылықта болып табылмайды. Мысалы, таяқ жеп жан тәсілім алдында аман қалған, қол-аяғы байланған күзетшіні қылмыскерге қарсыласпадың деп кінәлаудың реті жоқ. Аталған жағдайларда тойтарылмайтын күш немесе күш қолдану арқылы мәжбүр ету қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылықты жоятын жағдайлар деп есептелінеді. Белгілі бір іс-әрекетті істеу немесе істемеу, осындайда күш қолданамын деп материалдық, моральдық зиян келтіремін деп қорқытып мәжбүрлеу арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін. Кейбір реттерде қорқыту арқылы мәжбүрлеу адамның еркін бірден тойтарып жоққа шығармайды. Мұндай күйге ұшыраған адам өз қалауы еркі бойынша әрекет істеу мүмкіндігінше біршама ие болады. Сондықтан да мұндай күйге душар болғанына шын мәнінде аса мәжбүрлі қажеттілік жағдайында болмаса, әдетте қылмыстық жауапқа тартыла бермейді. Мысалы үшін, кассир сейфтегі ақшаны өзіне тікелей мылтық көздеп тұрған бандитке беруге мәжбүр болды делік. Бұл жерде адам өмірі ақшадан қымбат болған үшін кассир аса қажеттілік жағдайында, яғни нақты қорқыту салдарынан өз еркіне байланысты емес, іс-әрекетті істеуге мәжбүр болған үшін ақшаны беріп отыр. Сол үшін де қылмыс болмайды бұл жерде. Кейбір жағдайларда басқа адамның гипнозы арқылы адам өз еркінен тыс іс-әрекеттерге баруы мүмкін. Сондықтан сондай іс-әрекеттерде де қылмыс болмайтын
қылмыстың құқылық мәні болмайды. Өйткені гипноз қорқыту мәжбүрлеудің ерекше нысанына жатады. Бұған душар болғандар өзінің қоғам қауіпті заңға қайшы іс-әрекеттің өз еркінен, сана сезімнен тысқары жағдайда істейді. Қоғам қауіпті іс-әрекет екі түрлі нысанда жүзеге асырылады. Оның бірінші әрекеті мінез-құлықтың белсенді нысаны, екінші әрекетсіздік мінез-құлықтың енжарлық нысаны болып есептелінеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.